Сәлеметсіз бе тыңдарман? Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қолдау білдіре кетіңіз. Гүлназым, нәзігім. Гүлназым ауылдан көпбалалы отбасынан шыққан қыз. Ұзын бойлы, көк көзді, шырайлы келген. Мектепте қатарының алды болды. Білім жағынан да, сұлулық жағынан да көзге бірінші түсетін. Үлкен сыныптың ұлдары Гүлназым десе елең ете қалатын. Тәрбиелі отбасынан шыққан ақылды жігіттер сөз салса да, Гүлназым елең қылмайтын. Бар ойы мектепті қызылмен бітіріп, медициналық білім алу болды. Сыныбында атышулы Жомарт есімді бала бар. Қай жерде төбелес, қай жерде ұрыс, сол жерден табылатын. Тек сол ғана Гүлназымның алдында құрақ ұшпайтын. Үзілісте шашынан тартып, дәптерін тығып қойып келеке қылатын. Қыздың оған ызасы келетін. 10-шы сыныпты аяқтап, емтихан тапсырған соң сыныптастар жиналып көкке шықты. Күн аспан айналып жерге түсердей ыстық. Қыздарға суға түсіп сықылықтап жатқан. Ұлдар кәуап дайындап жүрген. Кенет барлығы жан даусымен шыңғырған қызға жалт қарасты. Ол суда жүзе алмайтын Гүлназым еді. Терең жағына кеткенін байқамай, батып бара жатқанда шыңғырып жіберген екен. Қыз жанталасып жағаға шығамын деп, керісінше суға батып кетті. Жомарт жалма-жан суға секіріп түсіп, Гүлназым батқан жерден бір-ақ шықты. Ол қолын бет алды сермеп, шаршап, көп су жұтып тұншығып жатқан қызды көтеріп алып жағаға шықты. Құмға жатқызып кеудесін басып еді, аузынан су атқылап кетті. Қыз әлі де есін жимаған соң, Жомарт ерніне ернін жасанды демалдыру әдісін жасады. Сонда ғана Гүлназым есін жиған болатын. Жастар бұл туралы үлкендерге айтпауға уәделесті. Гүлназымды мазасы болмады деп, желеумен ертерек әкеліп тастады. Жазғы демалыс кезі. Гүлназым өткендегі жағдайдан кейін Жомартқа басқаша көзқараста еді. Оның аты естілсе, елең ете қалады. Шілде айында қыз ата-анасының рұқсатымен туған күнін үйге жасады. Оның ішінде Жомарттың да болуын қатты қалады. Тіпті Жомарт үшін жасап жатыр десе де болады. Гүлназым ең әдемі көйлегін киіп, сәнденді. Тәтті иісті әтірін септі. Сыныптастарының алды келе бастады. Тек Жомарт жоқ. Қыздың көңілі құлазып кетті. Туған күн қыза бастағанда есіктен Жомарт кіріп келгенде, қыз қуаныштан бал-бұл жанды. Оны кешіккен себебі қаладан Гүлназым үшін бір шоқ гүл мен сыйлық алып келген екен. Сәлден соң жастар көңілді әуенге билеп жатты. Кезек вальске келгенде Жомарт Гүлназымды биге шақырды. Қыздың жүрегі аттай тулап, беті қызарып кетті. Балдырған мүсін қарулы құшақта еріп бара жатқандай еді. «Жағдайың қалай?» деді Жомарт қыздың құлағына ернін тақап. «Жақсы, өзің қалайсың?» деп ұяла жауап берді қыз. «Жақсы, қалада жұмыс жасап жүрген едім. Сенің туған күнің екенін естіп келдім. Шомылуға барасың ба?» деп күлді ол. «Сен барсаң қорықпаймын ғой, барамын», деп күлді Гүлназым. «Иісің қандай тәтті, өзің де тәттісің», деп қыса түсті Жомарт. «Рахмет. Негізінде мен сені бала кезден ұнатамын. Бірақ сен маған қарамайды дегенді мойындағым келмеді. Сол үшін сені мазақтап тиісе беретінмін», деп ағынан жарылды жігіт. Осыдан кейін олар жұпқа айналды. 11-ші сыныпты аяқтаған соң қыз қалаға оқуға түсті. Ал Жомарт мектептен соң қара жұмыс жасап жүрді. Кейін әскерге барып келді. Жүрегінде айнымас махаббаты бар қыз оны асыға күтті. Келген соңда екеуі жұбы жазылмай бірге жүрді. Жомарт уақыт созбай үйленгісі келетін. Бірақ Гүлназымның оқуы аяқталғанын күтуді дұрыс көрді. «Жаным, гүлім, сені бүгін-ақ алып кетер едім. Үйленген соң баламыз болады. Сосын оқуың аяқсыз қалады ма деймін. Сен дәрігер болуды қатты қалайтын едің ғой», деді. Үйленгенге дейін Жомарт артық қимылға барған емес. Қаншама рет нәпсісі арбағанымен ессіз сезімге бой алдырмады. Гүлназым оқуын аяқтап диплом алды. Әкесі сол қалаға жұмысқа тұрғызды. Сонда ғана Жомарт үйлену туралы әңгіме айта бастады. «Ақыры қанша жыл біргеміз, тағы бір жыл күтерсің. Ата-анама нанымды жегізейін», деді қыз. Жаңа жылға бір күн қалғанда
екі жұп ауылда қарсы алатын болып бірге шықты. Сендермен жетіп алайық, деп ерлі-зайыпты достары да ілесті. Ауылға кірген соң Жомарт көлікті өз үйіне қарай бұрды. Гүлназым неге олай жасағанын түсінбей отыр. Жомарт өз үйіне жетіп бірақ тоқтады. Оларды топ болып күтіп отыр екен. Қарсыласқанына қарамай қызды көліктен түсіріп алып орамал салды. Мұның бәрі Жомарттың жоспары екен. Солай олар жаңа жылды некелі жұп болып қарсы алып, қалаға ерлі-зайыптылар болып оралды. Қалаға келген соң пәтер жалдап тұрып жатты. Мектептен бері жұптары жазылмаған екеуінің үйленгеніне ата-аналары да таңғалған жоқ. Бірде тату, бірде араз болып, жас жұбайлардың өмірі өтіп жатты. Арада 6 ай өткен соң-ақ батырының басқа да батырлығы шыға бастады. Сыныптас, достарымен отырысқа барса, біреуімен белесе қызғанып қалады. Сыртта біреу күліп қараса, үйге келген соң сұрақтың астына алады. Жұмыстан сәл кешіксе де телефон соғып мазасын алады. Тіпті аусымға түскен күннің ертеңіне тіпті үлкен ұрыс болады. Ащы судан да жиі тарататын болған. Гүлназымның күйеуінің теріс қылығын түсінер емес. Гүлназ, сен медициналық қызметкер емессің бе? Неге әлі аяғың ауырламады? Тексеріліп емделсеңші, деп тарс еткізіп қойып қалды Жомарт. Келіншек түні бойы жылап шықты. Ертеңіне жұмысқа көзі ісіп барды. Жақын араласатын әріптесі Ақжарқынға бар жағдайын баяндап берді. Ой Алла, үйленгендерің кеше ғой, қайда асығады? Деп ернін сылп еткізді Ақжарқын. Шіркін, менің келінім болғаныңда ғой, алтын қызсың ғой сен, деп арқасынан қақты. Айтпақшы, менің інім сендердің бөлімге жұмысқа кірейін деп жатыр. Бұйыртса, әні міне деп отырмыз, деді. Жақсы болған екен, деп зорлана жымиды Гүлназым. Ертеңіне келіншек барлық тексерілуден өтіп дәрігерге қаралды. Сіздерде бәрі жақсы. Негізі жастар үйленген соң кемінде 3 жыл күткені дұрыс. Одан кейін болмаса тексерілуге болады. Қазір уайымдауға себеп жоқ. Ал жігіті? Гүлназым үйге келген соң Жомартқа барлығын айтты. Сонда сен мені белсіздеп тұрсың ба? Деп ашуланды Жомарт. Жоқ, Жомарт, менде бәрі жақсы. Тек сен де тексерілуден өтсең дұрыс болар еді, деймін де, деп бастап келе жатыр еді, бетіне зор екпінмен Жомарттың шапалағы шарт етіп тиді. Гүлназым бетін басып отырып қалды. Тамағына тығылған өксік не кетер емес, не шығар емес. Сонша сүйіп, бала кезден танып шыққан күйеуі осындай болғаны ма? Ол ертеңіне жұмысқа бетін көлегейлеп әрең барды. Қырсыққанда сол күні Ақжарқынның інісі де жұмысқа орналасып, алғашқы жұмыс күнін бастаған екен. Бойшаң келген, ашаң жүзді, сабырлы жігіттің есімі Ақжан екен. Гүлназым оны алғаш рет танып тұрып, жүзіне тура қарай алмай, бетінің көгергенін басып тұрған үшін намыстанды. Ал ақылды азамат ретінде Ақжан ештеңе байқамаған болды. Гүлназым мен Жомарттың аралары күн өткен сайын салқындап бара жатты. Жігіт барып тексерілуден үзілді-кесілді бас тартты. Ал келіншек өзін ешқашан бала көтере алмайтын бейшара сезінді. Солай 2 жыл өтті. Кезінде үлбіреп тұратын сұлу келіншектің өңі қуарып бара жатқандай, көзінде нұры жоқ секілді. Жомарт соңғы кезде келіншегіне жиі қол көтеретін болды. Гүлназым бірде беті, бірде қолы көгеріп келеді жұмысқа. Әріптестерінің бетіне тура қараудан қалған. Кетіп қалайын десе әке-шешесі ауылда бас көтеріп жүре алмай қалардай көрінеді. Оның үстіне күйеуін қатты жақсы көреді. Жомарт болса жұмыс жасауды да қойды. Әлі де пәтер жалдап тұрып жатыр. Үй алатын түрлер жоқ. Ақжан сонау алғаш көрген күннен бастап Гүлназымды ұнатып қалған. Оны туралап айтпаса да іс-әрекетінен көрінеді. Бір жолы екеуі түнгі ауысымға бірге түсті. Қағаздарды іздеп отырып, бір керек құжатты іздеді. Сөрете тізілген құжаттардың арасынан таппады. Ең жоғарғы жағын көрейін деп, Гүлназым орындық қойып үстіне шықты. Сол кезде етегі сәл көтеріліп кетті де, аяғының көгерген жері көрініп қалды. Ақжан Гүлназымды қарсыласқанына қарамастан көтеріп жерге түсірді де орындыққа отырғызды. Қыздың бетінен алақанымен аялай ұстап. Қашанғы шыдайсың бұл қорлыққа? Не үшін жүрсің оның жанында?
Ол сені сүймейді деді. Сен қайдан білесің сүймейтінін? Мен бала туа алмаймын. Соған ашуланып еді ол. Байқамай қол көтереді. Ол болмаса мені кім алады? Бала туа алмайтын әйел кімге керек? Деп жылап жіберді Гүлназым. Мен сені сүйемін. Мен саған үйленемін. Екеуміздің балаларымыз болады. Болмаса да сүйе беремін, деп айқайлады Ақжан. Жоқ, сен алғанша айта бересің, сосын сен де мені тастап кетесің. Оның үстіне сен үйленбеген жігітсің. Ал мен тұрмыста болған әйелмін. Енді менің басымды ауыртпа да, деп шығып кетті қыз. Сол күні Ақжан Гүлназымға жатып ұйықтап алуына болатынын, ал жұмысты өзі атқара беретінін айтқан. Үйдегі ұрыстан әбден қажыған ол тез ұйықтап кетті. Ақжан қасында бетіне ұзақ қарап отырды. Иісі тәп-тәтті нәзік келіншектің ернінен еріксіз сүйіп алды. Қалың ұйқыда жатқан ол селт еткен де жоқ. Таң атқан соң ауысымын тапсырып, үйге келгенде Гүлназым Жомарттың жоқ екенін білді. Жуынып, тамақтанып, демалайын деп жата бергенде есік ашылып, Жомарт келді. Үйге қонбағаны белгілі болды. Қайда болдың? Деп сұрады әйелі. Көңіл көтердім. Сенің боп-боз түріңе қарап отыра беруден жалықтым. Жалықтым де. Аппағым деуші едің ғой. Басқасын тапсаң кім кедергі? Таптым, тауып қойдым. Қазір соның үйінен келе жатырмын, деді екіленіп. Жақсы, онда менің басымды босат. Ақыры мен бала да туып бере алмадым, деп жинала бастады Гүлназым. Кете бер, сені ешкім ұстамайды. Көңіліңе қарап жүредім. Енді боссың. Маған бала керек, ұрпақ керек, деді Жомарт. Гүлназым 2-3 киімін алды да шығып кетті. Сыныптас құрбысына хабарласып, соның үйіне барды. Ертеңіне интернет желісінен пәтер іздеп тауып, сонда орналасты. Жомарттың тұрып жатқан пәтерінен барлық затын алып кетті. Осының кетуін күтіп тұрғандай бәрін жинап бір бұрышқа қойыпты. Әйел адамның жинағаны көрініп тұр. Кейін сыныптастарынан естіді. Жомарт көрші ауылда тұратын бір келіншекпен әуейі болып, қазір сонымен бірге екен. Онысы аяғым ауыр деп алдап, бұлар ажырасып кеткен соң өтірік ашылыпты. Амалы болмаған Жомарт бірде кетіп қалып, бірде қайтып келіп тұрып жатыр екен. Ал Ақжан енді Гүлназымның соңынан тіпті қалмайтын болды. Кейде шығарып салады. Аралары енді жақсы бола бергенде, бұлардың өмірінде тағы да Жомарт пайда болды. Бір күні Гүлназымның телефонына хабарлама келді. Жан, аппағым, қалайсың? Гүлназымның аяқ-қолы дірілдеп кетті. Сәлем, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, сені сағындым. Сенің от құшағыңды сағындым. Әйелің тастап кетті ме? Менен неге іздей қалдың? Әйелім сен ғой менің. Кешке барамын, күт. Деген хабарламадан соң тынышшыды. Гүлназым тыпыршып, кешті әрең болдырды. Оның сонша асыққаны Ақжанға ұнамады. Жүгіріп кетіп бара жатқан Гүлназымның алдын кес-кестеп тұра қалды. Жібер, мен асығыспын. Тағы да келді ме ол? Шаруаң болмасын. Бұл менің өмірім. Тағы да жылатып кетеді ғой, жаным, бармашы. Бұлай тұр, деп қызық итеріп жіберді де жүгіре басып кетіп қалды. Үйіне бара сала, Жомарттың жақсы көретін тамағын жасады. Өзі жуынып, әтірленіп дайындалды. Қас қарая Жомарт келді. Ең болмаса бір тал гүлі жоқ қолында. Келе сала тамаққа да қараған жоқ. Гүлназымды құшақтаған бойда төсекке құлай кетті. Олар таңға дейін ұйықтамады. Таңертең баяғыша бал бұлжанған келіншек кілтті Жомартқа тастап жұмысқа кетті. Жұмыста Ақжан жоқ екен. Оны іздеп жатқан Гүлназым жоқ. Ақжарқын мұнымен салқын амандасты. Солай бақыттан бас айналып жүргенде ай өтті. Бәрі жақсы болады деген үмітін Жомарт тағы да аяқ асты етті. Әдеттегідей кешке асығыс келіп, тамақ жасайын деп жатыр еді, телефоны шырылдады. Жомарт көтермей қойған еді. Телефон тынши қоймады. Алып сөйлесті. Гүлназым демін ішіне тартып тыңдап отыр. Жан, қалайсың? Мен сол жұмыста. 2-3 күнде қайтамын. Жұмыстан ақшамызды бермей жатыр. Соны күтіп отырмын. Сені сағынып әрең жүрмін, деп
үздіге сөйлесті. Гүлназым ашуланып қалшылдап кетті. Кет, кет, жоғал деп айқайлады ол Жомартқа. Оның мұнша ашуланғанын көрмеген Жомарт шошып кетті. Бірақ не себепті айқайлағанын іші біліп тұрған ол тез жиналып шығып кетті. Ақымақ, ақымақсың сен. Айтты ғой саған Ақжан, жылатып кетеді деді емес пе? Деп өзін өзі ұрып жылады. Қазанда қайнап, суы тартылып түбі күйген тамағына қарауға шамасы болмады. Сәлден соң бөлмені күйікті несі алып кеткенде ғана өшіріп, су құйып қоя салды. Ертеңіне жұмысқа о дүниеден оралғандай бозарып, дел сал күйде келді. Оның себебін Ақжан бірден ұқты, бірақ айыптап, одан әрі жарасына тұз сеппеді. Кешке жұмыстан шыққан соң көңілін аулап шығарып салды. Үйге кіріп, шашылып жатқанын көрді. Екеуі үйді ретке келтіріп, кешегі ыдыстарды жуды. Тамақ жасап, шай ішті. Ақжан қаланың басқа жағында тұратын болғандықтан, сол түні осы үйде қонып қалды. Бірақ артық қимылсыз жай сырласып жатып ұйықтап кетті. Таңертең жұмысқа екеуі бірге шықты. Бұл енді тұрақты әдетке айнала бастады. Ақжан бақытты еді. Ал Гүлназым әлі де ойланып жүр. Ойлана келе Ақжанмен жақын қатынасқа түсіп көруге шешім қабылдады. Егер аяғы ауырласа ғана оған тұрмысқа шығады. Бойына бала бітпесе шықпайды. Үйленген соң бала тумаса, оны да тастап кетпесіне кім кепіл? Аяғы ауырлап алмай кетсе де өкініші жоқ. Мұның бар арманы ана болу емес пе? Сол ойымен Гүлназым Ақжанға өзіне жақындауға ыңғай берді. Қыздың ойына еш хабары жоқ жігіт үйлену туралы үйіндегілерге айтып та үлгерген. Солай 4 айдың шамасы өтті. Гүлназым енді ана боларына күмәні бар. Бір күні бұл да тастап кетеді деп ойлап жүрген. Бірде Ақжан Гүлназымның жақсы көретін тәтті шоколадын алып келді. Бірақ қыз ашып та көрмей ысыра салды. Біраз күннен соң оған Ақжанның иіссуы ұнамай қалды. Не болса соған ашуланып ренжи беретін болды. Ақжан сүйіктісін қуантайын деп қуырылған балық алып келді. Әдетте ұнатып жейтін Гүлназым, иісі нашар екен, деп мұрнын бітеді. Сосын тіпті шыдай алмай жүрегі айнып, жуынатын бөлмеге жүгіріп кетті. Салқын сумен жуынып, ретке келген соң шықса, Ақжан жоқ. Таза ауа жұтуға шыққан болар деп ойлады. Сөйтсе Ақжан жақын маңдағы дәріханадан жүктілікті анықтайтын тест алып келіпті. Гүлназым қарсы болса да, жалынып жүріп тексеріп көрді. 5 минут өткен соң-ақ келіншек жанары жасқа толып шықты да, Ақжанның мойнына асыла кетті. Мен ана боламын, жаным, мен ана боламын, деп қуана секірді ол. Алғаш рет Ақжанды жаным деп атаған еді. Ал мен әке боламын, деп жымиды Ақжан. Көп ұзамай Ақжан Гүлназымды келін етіп түсірді. Ел қатарлы бет ашар жасады. Үйлену тойлары болды. Ақжан мен Ақжарқынның басқа бала жоқ еді. Екеуі ғана болатын. Ата-анасы да тым үлкен емес, көзі ашық адамдар. Қазір Ақжан мен Гүлназымның 4 баласы бар. 3 ұл, 1 қыз. Бұлардың у-шуына милары ашып жүр. Сол үшін де өздеріне бақытты.